Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 32-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз әліпби. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу оқы, мәтін бөліктерін орнына қой дейді. Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш. Сонда атасы, осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмысы жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен деді. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: анау өрмекші не істеп жүр? Өрмек тоқып жүр. Анау құмырсқаны көремісің? Иә, аузында нанның қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында тістеген шөбі бар, деп жауап берді. Балалар, бұл жерде мәтін бөліктері ауысып берілген екен. Оларды орнына қояйық. Бірінші бөлігі атасы 10 жасар баласымен келе жатып сөйлесіп сұрақ қоюы. Осы бөлігі бірінші бөлігі екен. Ал екінші бөлігі атасы осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын, жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де еңбек ет деп айтқан бөлігі екінші бөлігі екен балалар. Атасы баласынан не сұрады? Анау өрмекші не істеп жүр? Анау құмырсқаны көремісің? Жоғары қара, аспанда не көрінеді деп сұрады. Бала оған не деп жауап берді? Өрмекшінің өрмек тоқып жүргенін, құмырсқаның аузында наны бар қоқым жинап жүргенін, және де жоғарыда қарлығаш ұшып аузында тістеген шөбі бар екен. Яғни барлығы тамақ тауып, нан тауып жүргенін айтты. Жақсы, келесі екінші жаттығу жаңылтпашты тыңдап жатқа жаз. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала. Жаттап жазып аламыз балалар. Үшінші жаттығу суреттерге қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтір. Әліпби сөздікте және кітап сөрелерінде кітаптардың атау бойынша әліпби қатарымен тұрады екен балалар. Балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар.